Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жаңа каналымызға, жаңа челленджімізға қош келдіңіздер. Есімім Жекей Болат, трейдер және Ризық Академиясында куратор ретінде қызмет атқарамын. Айтып өткеніміздей, Ризық Академиямыздың екінші жаңа YouTube каналы ашылмақ. Сол каналдың алғашқы контентіне осы $100 мың долларлық профкомпаниямызды өту челленджін бастап жатырмыз. Мақсатымыз, айтып өткеніміздей, бірінші жаңа YouTube каналымызға контент ретінде түсіру, және екінші мақсатымыз менің өзімнің осы күнге дейінгі трейдинг саласынан үйренген білімім, осы күнге дейінгі қолданып келген стратегияларым, сетаптарым және де эмоцияларымды басқару керекті жаңағы лайфхактар сияқты әртүрлі пайдалы ақпараттарды осы жерде қолдана отырып, сол заттардың барлығын сіздерге пайдалы болып қалар деген мақсатпен осылай контент ретінде YouTube каналымызға жазып қалдырмақ мақсатында бастап отырмыз. Келесі бір ескертетін нәрсе, әрине бұл профкомпания челленджіміз басталды деген ол өтіледі деген гарантия емес, білесіздер. Трейдинг саласы өзі ешқандай гарантия бермейтін сала. Сол себепті де біздің де жаңа профкомпаниямыз мақсатымыз өту мақсатында бастап жатырмыз, бірақ жаңағы нарықтың не беретініне байланысты может күйіп кету шанстары да жоғары екендігін қазірден ескертеміз. Сол себепті де бұл бастап жатқан челленджіміз ешкімге ешқандай жаңағы $100 мың долларлық профшот сатып алыңыз деген инвестициялық кеңес емес. Ешкімге бұл жерде айтылатын идеялар ешкімге беріліп жатқан сигнал емес. Сол себепті бұл жердегі мақсатымызды, дұрыс ниетімізді осылай дұрыс көзқараспен қарауды тағы да ескертіп кетеміз. Бұл жалпы профкомпаниядан сіздердің дұрыс ниетпен қарасаңыздар, бұл челленджтан ала алатын пайдаларыңыз өте көп болады деп ойлаймын. Біріншіден, ол ниеттеріңізді жалпы бұл челлендждің нәтижесіне емес, жаңағы соңғы өтіліп өтілмегендігіне емес, осыны өту процесінде біз қандай стратегияларды қолданып жатырмыз, дисциплинамызды қалай басқарып жатырмыз жалпы деген жағынан, білім жағынан көбірек қарайтын болсаңыздар, бұл челлендждің пайдасы сіздерге өте көп болады деген үміттеміз жалпы. Мақсаты жайында ниетімізді жалпы осы себепті қысқашасы нәтижесіне емес, білім алуға, сол нәтижеге жету жолындағы процеске қойсақ көбірек пайдалы болады дегенді тоже ескерте кетейік. Сосын мақсатымыз қысқаша осылай, ал ары қарай осы челленджіміздің өтілу процесі, өтілу барысындағы жаңағы қосымша жасалатын заттар жайында толық ақпарат бере кетейік. Біріншіден, бұл челленджіміз ортасында лайф трейд ерекшелігі, лайф трейд ретінде қосылатын болады сіздерге. Енді ол лайф трейд аптасына бір рет болады, как минимум, ал сол аптадағы может нарықтың қозғалысына түсінікті қозғалыстар беріп жататын болса, аптасына 2 реттен лайф трейд ретінде өтіліп, барлықтарыңызбен как эфирда мүмкіндік беріп жататын болса, сауда жасап, осы профкомпаниямен ары қарай бірге жаңағы стратегияларды дегендей пайдалы ақпарат бөлісіп кету мақсатында қысқашасы лайф трейдіміз болатын болады. Ол лайф трейд жайында да тоже толық ақпараттар айтылады. Бұл лайф трейдта тоже жаңағы айтқанымыздай, лайф трейдқа кірдік, ол міндетті түрде сделка жасау деген мақсат емес. Ол лайф трейдта сделкалар беріп жататын болса, жаңағы мүмкіндік жақсы, біз айтқандай контекст беріп жататын болса, сделкаларға кіреміз, ал бермей біз күтпегендей қозғалыс, нарық түсініксіз болып жататын болса, лайф трейд өттік екен деп жаңағы сделкаға кіреу керекті деген міндетті алмаймыз. Өйткені жалпы трейдингтің болуы керекті дұрыс системасы осы, қашан сенің сетапың келеді, қашан сенің өзіңнің сенімді қозғалыс келеді, сол кезде ғана сделкаға кіруге тырысамыз. Ал айтқым келген нәрсе, ол сенімді қозғалыс біз каждый өткен лайф трейдімізді бермеуі мүмкін. Осы себепті қазірден ескертем, осы жағын түсіністікпен, егер лайф трейдқа қатысқан кезде жаңағы лайф трейд болып жатыр, сделкаға кірмедік, ешқандай сделка болмады деген жаңағы нелер болмайды. Өйткені челлендж өту барысында ондай қысым деген нәрсе бізге кері әсерін тигізу шансы өте жоғары болады. Лайф трейд жайында осылай айтып кеттік. Ал тек қана лайф трейдпен ғана жүрілмейді бұл челленджіміз. Бұл челленджіміз лайф трейдтің сыртында да, жаңағы аптасында 2 күн лайф трейд өтілсе, оның сыртындағы күндері де, егер кіру нүктелері жақсы сетаптар болып жататын болса, сделкаларға кіріліп, осылай ары қарай жалғасатын болады. Бірақ ол каждый кірген сделканы сіздерге каждый кірген моментінде бөлісіліп отырылмайды. Өйткені басында айтып кеткеніміздей, бұл ешқандай сигнал емес. Сол себепті оны бөлісіп отыруға да жаңағы міндетті емес челлендждің мақсаты. Ал ол жасалынған лайф трейдтің сыртында жасалынған сделкалардың жаңа сол кезде қабылдаған шешімдер не себепті қабылданды, подтверждениелер қандай болды, қандай стратегия қолдандық дегенге байланысты барлық ақпараттары бізде жеткізілмей қалмайды. Сол аптаның соңында YouTube каналымызға как контент ретінде
полный жаңағы сол аптада жасалған барлық сделкалар, ол жаңағы LiveTrade'да жасалған сделкалар болсын, немесе LiveTrade'тің сыртында жасалған сделкалар болсын, даже кейбір апталар болуы мүмкін LiveTrade жаңағы ешқандай сделка бермеген апталар болуы мүмкін. Ондай апталар болатын болса, тоже оны да жаңағы не себепті бермеді нарыққа, неге ол қозғалыстарға сделкаға кіре алмадық, немесе өткізіп алған трейдтарымыз болса осындай себептермен өткізіп алдық деген, былайша айтқан кезде барлық осы челлендж, осы 100 000-дық профкомпанияға қатысты шығарылған барлық шешімді, кішкентай болсын, үлкен болсын, маңызды болсын, маңызды емес, барлық шешімдерді сіздерге не істейміз, контент ретінде аптаның соңында қорытындылап YouTube каналымызға салып отыратын боламыз. Жаңағы лайфтың сыртында жасалған сделкаларды сол жерден қарап көріп, ары қарай пайдалы ақпараттар болса, сол жерден ала аласыздар жалпы. Процесіміз қысқаша осылай жүріледі, ал LiveTrade'дағы тоже ережелер барлығын оны LiveTrade'де өткен кезде сол прямой эфирда нақты толықтырып тоже айтатын боламыз. Ал екіншісі, сол LiveTrade'іміз қайда өтеді және қандай уақыттарда өтіледі. Біріншісі өтілетін жері жалпы сол жаңадан ашылғай жатқан YouTube каналымызға өтілетін болады. Сілтемелері Instagram каналдарымызда немесе өзіміздің Discord каналдарымызға бөлісілетін болады бұйырса. Сол жерден енді уақытын нақты жаңағы айтып отқанымыздай нарықтың қозғалысына қарай сол күнгі ешқандай түсініксіз, жаңа біз нақты белгілі бір күнді белгілеп қоятын болсақ, ол күні ешқандай нарық түсініксіз жаңағы консолидацияда жүріп қалып жатқан күн болса, ол күні босқа отырып лайв жаңағы эфир өткізгеннің бір мәнісі болмайды. Сол себепті жаңағы азанда белгілі болады жалпы, бүгін нарықта жақсы мақсаттар, жақсы қозғалыстар болуы мүмкін деген түсінікті қозғалыстар болған күні эфиріміздің уақытын белгілеп, уақытын бірақ алдын ала айтып, ескертіп не істейтін боламыз. Жаңағы жіберілетін жерлеріне сілтемелерін жіберіп, солай YouTube каналымызға прямой эфирімізді немесе LiveTrade'імізді жасайтын боламыз. LiveTrade'тің уақыты жайында қысқаша осылай түсінсеңіздер болады. Әрине алдағы уақытта жаңағы нақты бір белгілі уақыттар белгіленіп жатса, тоже оларды да жаңағы айтқан Instagram каналдарымызға немесе Discord каналдарымызға бөлісіп, ақпаратты міндетті түрде алдын ала беретін боламыз. Так, негізгі ережесі, мақсаты, өту процесі жайында түсінікті болған болса, жаңағы 100 000 профкомпаниямыздың шотына бір тоқтала кетейік. Экранда көріп тұрғандарыңыздай 100 000 профкомпания Fiveyears профкомпаниясынан алынған, ешқандай сделка ашылмаған әлі, өйткені жаңағы челленджімізді ресми түрде бастап, осы таныстыруын бастағаннан кейін ғана барып, барлығын басынан бастап сіздермен бірге жасайық деген мақсатпен профкомпаниямызды алып қойғаннан кейін ешқандай трейд ашылмады, сделка ашылмады. Бұйырса, осы видеомыз сіздерге жеткеннен кейін осы сделкаларымызды ашып бастайтын боламыз. Бізге бұл профкомпаниямыз 2 этаптық профкомпания. Осы жаңа челлендж барысында осы 2 этапынан өтуге тырысамыз. Бізге бірінші этапынан өту үшін $8000 плюс жасауымыз керек. Енді бұл сияқты жаңағы күндік общий лимиттарын былай айтып отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені профкомпанияны уже көбілеріңіз қолданып біліп жүрген боларсыздар. Ал білмеген болсаңыздар да жаңағы зерттеп оқып көрсеңіздер, бұл жайында ақпараттар өте көп. Сол себепті бұны жаңағы бұл жерде детальды айтпай қояйық. Бастысы 2 этаптық процесіміз, челленджіміз қай уақытқа дейін жалғасады. Әзіргі планымыз жаңағы өтілетін болса, егер бұйырып өтіп ататын болсақ, реал шотқа өтіп, реал шоттан жаңағы нақты бір пайдасын тауып, сол пайдамызды шығарып алғанға дейін, былайша айтқан кезде выплата жасағанға дейін осы челленджімізға контентіміз жалғасатын болады. Оған дейін жаңағы сол вебатқа дейінгі барлық шығарған осыған қатысты шешімдер, жаңа айттым, маңызды емес, үлкен кішкентай барлық шешімдер, барлық алынған, қабылданған шешімнің барлығын істейді, бөлісіліп осы контент ретінде YouTube каналымызға салынып отыратын болады. Сол жерден толық ақпаратты алып, ары қарай өздеріңізге керекті пайдалы білімдер болатын болса, соларды өздеріңіздің стратегияларыңызға қосып көріп, немесе жаңадан үйреніп жатқан адамдар болатын болса, ары қарай қалай дұрыс системамен жүру керек екендігіне барлықтарыңызға үлкен көмек болады деген үмітпен осы контентті бастап жатырмыз. Сәттілік тілеп қойсаңыздар болады. Так, ассалаумағалейкум. Челленджіміздің алғашқы видеосы, алғашқы сделкаға байланысты идеялар және осы аптада нелер болды, бұйырса соның барлығын айтып кететін боламыз. Так, осы аптада, негізі осы аптаның ортасында алып бастаған болатынбыз, жаңа сосын алғашқы ресми түрде басталу видеосын түсіру және оның монтаждары деген немен алғашқы аптаның басында негізі сделкаға идеялар болған, бірақ оларға кіріп сделка аша алмадық. Енді бұйырса бүгін жұма күні, уақыт 20 март күні жалпы сделкаға бір идея ретінде, енді бұл қазір ары қарай толықтап нақты қандай себеппен ашылатындығын барлығын айтамыз. Ал оған дейін қазір неге бүгінге сделка ашып жатырмыз, өйткені өткен 2 күндері осы аптаның басында, ортасында
жаңа ресми түрде айтқандай видеоны бастайық дегенмен шоттан сделка ашылмай сол видеоның шыққанын күткенбіз. Бұйырса дайындалып монтаж жасалып жатыр, шығатын болады. Соған байланысты шотты көрсетіп кетейік. Жалпы қазір бізде 100 мыңдық шотымыз. Так, мына жерде тұр. Историясы мында. Өткенде енді жаңағы көп уақыт тұрып қалмасын деп, бір көп уақыт тұрып қалса жаңағы профкомпанияның күйіп кететін ережелері бар. Соған байланысты бір кішкентай жаңағы сделка ашылып сразу жабылған. $4 плюспен қазір шотымыз 100 мың $4 баланс болып тұр. Негізгі несенді бүгінге мына жерде көріп тұрсыздар, JPY-ға лимит қойылған. Анда лимитімізға сәл қалып тұр. Бұған қазір қандай себеппен, қандай подтверждениелермен нақты қойылғандығын, қандай планмен дегендерді айтып өтетін боламыз. Шотымыз осылай. Мына жерде мында лимитіміздің қойылған несі тұр. Ары қарай енді бұл лимит алынатын болса, не істейді, сделкамыз ашылатын болады. Ол лимитіміз бізде жаңа мына жердегі JPY-дан мына сделканың тура осы болған сделка. Бұған бірінші подтверждение, жалпы үлкен таймфреймдерді қарайтын болсақ, бұл бізде Discord каналда да бүгін айтылған. Үлкен таймфреймдерді қарайтын болсақ, астында қаншама ликвидтар бар. Үлкен екіншіден, осы мына кешегі күнгі шыққан жаңалықтарға байланысты фундаменталдық жағынан да мына JPY-дың кешегі FRS, яғни процентный ставканың сол қалпында тұрып қалуы, ары қарай бұны құлату өсіру деген ешқандай не болмағандықтан кеше JPY құлап бастаған. Сол фундаменталдықсына да қарай отырып, ары қарай жалғасып құлауы мүмкін деген немен. И плюс оған қарасақ не бар? Астында күндік мықты ликвидтардың өзі қалыптасқан осындай не болып жатыр. Сделкамыз осы үлкен таймфреймнің подтверждениесі болды. Әрине структурамыз жоғарыда, негізінен структураны қарасақ күндік таймфрейм жоғарыда, бірақ та енді структура жоғары болса да, мысалы мына импульстің коррекциясы мына аралыққа дейін келуші. Мысалы мына жерге келетін болса, бізде ары қарай безубыдық қойып ұсталып, не істейді? Кететін болса безубыдықпен, ал кетпесе ары қарай жалғасып тек профитқа қарай жету шансы. Әрине күндік таймфреймда бізде структурамыз жоғары болғанымен бізде 4 сағаттықты қарасаңыздар, прям өте жақсы. Жаңағы үстіңгі ликвидтардың барлығын алғаннан кейін қарасаңыздар, астыға қарай не істеген импульсті қозғалыс пайда болдырған. Астыға импульс пайда болды. Осы коррекциясы Фибоначчидің 0,5-іне қарай келсе, осы жерде как раз 4 сағаттық ликвид бар. И плюс басты бір төменге әсер еткен нәрсе бізде мына жердегі мына имбалансты, күндік имбалансты кеше өте агрессивна VPR жасағандығы. Оқысыған бүгін ретест келсе, ары қарай төменге қарай кету шансы жоғары деген плюс тағы бар подтверждение. И 4 сағаттықпен қарасақ, соған байланысты структурамызда төменге құрылған екен. И плюс 4 сағаттықпен жаңа тек қана структура емес, енді смарт монейдің подтверждениелерін қарайтын болсақ, осылай болған. Ары қарай өзімнің жалпы қосымша қолданатын SSNR деген стратегиямен қарасақ, мына жерде қаншама уақыт бойы осы жүріп келген канал не істеді? Мына жерде именно бұзылды. Енді осының примерно ретесттары мына алғашқы SSNR-дің орбині бойынша келетін болса, осы жерден сделкаға кіріп көріп, ары қарай төменге қарай ұстап көреміз деген бір жаңағы ерекшелігі бар. Бұл жерде бұл сделка жаңағы бір күнде орындалып тастай салатын сделка емес, өйткені үлкен таймфреймдармен қарап отырғандықтан бұл ұзақ уақытқа дей трейдқа емес, свинг трейдқа жатуы мүмкін. Сол себепті де мен бұның кіру нүктелерін жаңағындай 15 минуттықтарға емес, осы 1 сағаттықтағы мына жердегі мына ликвидтарды алса деген, ликвидті алғаннан кейін ары қарай 1 сағаттық мына жерде имбалансымыз бар, и плюс неміз бар. Осыған 0,5 зонамыз бар, Фибоначчидің 1 сағаттық структурамыз төменде, ары қарай осы жерге келетін болса, стоп-лоссымыз мына ордер блоктың үстінде, тек профитіміз ары қарай мына жақтағы ликвидтарға. Болған байланысты енді алдағы уақытта егер позициямыз жаңағындай төменге қарай жүріп ататын болса, қозғалып ататын болса, не істейміз? Безубыдық қай жерден қойылу керек, тоже жаңағы айтылып, безубыдық қойылған болса, оны мына жерлерден безубыдық қойылды немесе жартылай жабылды дегеннің барлығын істейміз, айтып бөлісіп отыратын боламыз. Әзірге позициямыз бірінші ашылса, сосын бұл позицияға енді өз тарапымнан жаңағы анализ жағынан аса қатты бір күдік күмәндейтіндей ештеңе болып тұрған жоқ. Негізі сетаптарыма жақсы келетін сетап болып тұр, но бір несі жаңағы үлкен таймфреймдағы ликвидтің жұмыс жасау несі, бірақ оны апталықпен қарасаңыздар, уже апталықтың да маңызды ликвидтарын алғаннан кейін апталық имбаланс плюс аралықтағы VPR-дан төменге қайтып жатыр да. Осы себепті может енді бір апталықтың коррекциясы болсын, бір былайынан кіріп келуге керек деп ары қарай не істедік. Осы сделканы негізі ашып көретін боламыз енді, бірақ анализ жағынан осылай жаңағы сетап жағынан аса қатты былай қарама-қарсы болатындай, сенімсіз болатындай ештеңе келіп жатқан жоқ, бірақ та мына жерде бір ескеретін нәрсе уақыт жағы болып тұр бізде. Именно тайминг жағы жаңағы не болады? Жұма күні бүгін білесіздер, нарық 2 күнге
демалыс болады, суббота воскресенье күндері. Демек келесі аптада жаңа апта басталады. Енді мына сделка бүгін ашылатын болса, ары қарай жұма күні 2 күн демалып, келесі апта басталғанда қалай болады? Келесі апта, жаңа ақпараттармен дегендей. Сол себепті осы жағынан сәл не болып тұр. Может, көреміз кешке дейін, егерде бізге безувидік қоя алатындай, жаңағы сәл мына аралыққа қарай қазір алғаннан кейін құлап беретін болса, безувидік қою арқылы жұма күні қалдырып келесі аптаға ұстап көруімізге болады. Ал мына аралықтарда примерно былайынан жүріп алатын болса не істейміз? Бүгінгі күннің соңына қарай бұл позициямызды жаңағы демалыс күндеріне қалдырмау, барынша қалдырмауға тырысқан дұрыс негізі сделканы. Өйткені дүйсенбі кез келген жаққа гәппен ашылып кете салуы мүмкін. Сол себепті гәппен ашылса да жаңағы бізге стоппен алып кетпейтіндей мүмкіндік беретін аралықтарға қарай келіп жатса, осы жерден безувидік қойып ұстап көреміз. Қысқасы, ал келмейтін болса, аралықтарда жүріп алса, немесе аралықтарда жүріп алатын болса не істейміз? Азғантай минустар болатын болса, сол минусымен азғантай плюс болатын болса, сол плюсімен аптаның соңына қалдырмай жауып тастауға тырысатын боламыз. Тоже оған байланысты шешімдер нелер болатын болса, жаңа толықтай айтып видеоларын салатын боламыз. Негізгі идеямыз осы. Енді мынау әлі ала қоймады. Біз мына жерден қарап көретін болсақ, сәл қалды. Жаңа қойған лимитімізге мына жерге жетсе бұйыр салынатын болады. Егер мынау алынатын болса, журналға жазып бастаймыз. Мына жерде қарасаңыздар, мында 1% рискпен $1000-мен ашылды. Каждый нелерімізді осылай 1%-бен бұйырса ашып отыратын боламыз. Тек профитқа жететін болса, 1-ге 3-те 9, почти 4-ке жақын $3974 плюс болады екен біздің алғашқы сделкамыз, егер тиыққа жететін болса әрине. Вот осылай алғашқы позициямызды бұйырса ашып көреміз. Сосын жаңа журналымызға ашылғаннан кейін барлығын толтырып, каждый сделканы ашыла салысымен журналға толтырып жазып отыратын боламыз. Журналымызды мынау жерде былайынан дайындап қойғанбыз. $1000 профкомпаниялық челлендж. Сауда жұптары как классик журнал. Соңғы LTF, Emotion, соңында эмоция қалай болды. Соның барлығын осы журналға жазып, ары қарай өздеріңізге толтырып отыратын боламыз. Енді өткендегі ашылған сделка просто жаңағы көп уақыт сделкасыз қалып, жаңағы неактив болып қалып, күйіп кетпесін дегенмен ашылған не болғандықтан, оны мына жерге жазуға керек емес. Себепті осы сделкамыздан бастап бұйырса жазатын боламыз. Сосын енді егерде мынаны жаңағы профта уже 1%-дан 1-2 сделка ұстайтын мүмкіндік болған, осы аптаға именно бұл жаңа дискорд нелерімізге де берілген. Бізде біріншісі мына жерде алтыннан мына құлаған шортты енді дискордтағы каналымызға біз беріп, шорттарын мына шортты ұстап алуға мүмкіндік болған. Мына жердегі шортта мына жердегі шортты ұстап алуға мүмкіндік болған. Осы екеуін ұстауға 2 мүмкіндік болды. Бірақ та біздің жаңағы челленджімізді ресми түрде басынан жаңағы ровно 100.000-тан бастайық, видеосын түсірген кезде 100.000-тан болсын деген немен бұл 2 сделкаға кірілмеді. Әйтпесе бұл екеуі 1%-дан, екеуі де 1-ге 3 жерден болды. Бір 6%-ын уже жасап қоятын мүмкіндік берген еді. Бірақ та бұл өкінетін нәрсе емес. Анализіміз жұмыс жасап тұрғанын көріп тұрмыз. Анализіміз жұмыс жасайтын сетапымыз бар болса, бұндай қозғалысты нарық алдағы уақытта да күнделікті беретін болады. Сол себепті жаңағындай сделкаға кіре алмай қалдым деп өкінетін ешқандай да себеп жоқ деген сөз бұл жерде. Так, сосын бүгін гердан бір не болған дискордқа, оны көрейік. Тек профитқа сәл алып төменге қарай қайтып жатыр екен. Мысалға мына сделкаға да мүмкіндік болған, бірақ та жұма уақытында болғандықтан бұл сделкаға да өзім кіріп үлгермедім. Кіріп үлгерсек те мысалға мына жерге тиыққа жетпей қайтып жатыр екен. Енді 1-ге 3-пен жабам деген адамдар болған болса, мына жерден ақ 1-ге 3-пен жауып тастауға болған екен, бірақ біз мына ликвидқа ұстайтындықтан болмайды екен. Енді бұйырса алдағы уақытта бұл 1-ге 3 деген нәрсені мысалға кей кездері болуы мүмкін. Жалпы мынандай 1-ге 3 деген нәрсе жетіп жататын болса, жаңа қайтатында не болып жататын болса, кей кездері жауып тастайтын да кездер болуы мүмкін. Менде жалпы қатып қалған екі ғана нәрсе бар. Трейдингта біріншісі стоп лоссты ешқашан қозғалтпау, ашылғаннан кейін екіншісі рискті сақтау, яғни 1%-дан асырып ешқашан сделкаға кірмеу деген. Осы екеуін ешқашан өзгертпеймін. Ал қалған кейбір тек профиттар жаңағы менің 1-ге 3-мен асып тұратын болса, 1-ге 3-тен асып, бірақ әлі қойған тек профитіма жетпей тұратын болса, мен қанағатты деп көретін болсам, жаңағы менің рискімнен асқаннан кейін жауып тастай беруіме болады. Жалпы сондай енді фиксировать етуге болатын не ғой. Бірақ енді жаңағы 1-ге 3-ге жетпейтін болса, тоже оны жауып тастаймын деген нәрсе болмайды. 1-ге 3-тен асып тұратын болса, не болады? Сол кезде жаңа қосымша шешімдер шығаруға болатын осындай стратегия. Алдағы уақытта да осылай жүретін боламыз бұйырса. Так, сосын негізі осы аптаға осылар. Енді осы аптаға көрдіңіздер, өзге қатты маңызды жаңалықтар болды. Осы аптаға аса қатты енді алтыннан жақсы қозғалыстар болды, бірақ
агрессивно риск жоғары деп айтсақ болады, өйткені маңызды доллардың ФРС болды, JPY-дың ФРС болды деген сияқты, PPI шықты деген сияқты маңызды жаңалықтар болғандықтан негізі қаншалықты жаңағы сетапыңыз беріп тұрса да риск жоғары, волюм жоғары, нарықта қозғалыс өте жоғары кезде негізі барынша сделкаға кірмеуге тырысқан дұрыс болады. Әрине кіріп ұстап алсаңыз жақсы қозғалыс, жақсы пайда алуға мүмкіндік болады, бірақ тура солай агрессивно коррекциясын да агрессивно беріп жатыр, стоп жаңағы тейкінді агрессивно беріп жатыр, сәл коррекцияны агрессивно беріп кетсе стоп лоссыңызды алып кететін шансы өте жоғары болғандықтан бұндай кезде барынша сауда жасамауға тырысқан дұрыс болады. Негізі бұйырса алдағы апталарда жаңалықтарымыз нормально болып жататын болса не істейміз, әлі де сделкаларымызды жасап, әлі де нарықтың беретін мүмкіндігі бізге шектеусіз. Сол себепті бастысы депозитіміз тұрса, сол кезде яғни нарықтың агрессивный кезінде кіріп босқа депозитімізді құртып алып, ертең жақсы кездер келген кезде депозит жоқ отқаннан қарағанда бізге не жақсы, депозитіміз бар, ары қарай соны жасай алатын мүмкіндігіміз бар отырғанымыз негізі жақсы болады, түсінікті қозғалыстар келген кезде. Все, негізі осы аптаға осылар болды. Енді алғашқы бұйырса челленджіміз осы аптаның ортасынан негізі басталғандықтан келесі аптадан бастап бұйырса лайф трейдтарымыз барлығы жүрілетін болады. Так, JPY-ға неміз келген екен, даже эфир осы видеоның үстінде келіп қалды. Қойған будильнигімізға келген екен. Көрейік, алдым екен. Біздікін әлі алмады будильнигіміз, демек сәл төменге қойылған, иә. Сәл бір спредтің қозғалысымен жетпеген, негіз тиген екен, иә. Көреміз, алатын болса осы жерден көреміз, алмай жатса қайтып кете береді деген сөз, иә. Бірден біз лимитті осы жерге келгенде кіреміз деп қойсақ, демек бұл жерден істеу керек, тұру керек, яғни келген кезде оны кетіп қалады ау деп қолмен ашып жіберіп паниковать етудің қажеті жоқ, иә. Так, ал мына жердегі қойған будильнигіміз бойынша трейдинг вьюда істеген екен уже, бұған да сәл жетпеген екен, негізі 0.5 санасына жеткен кезде дегеніміз, демек будильник сәл бұрынырақ қойылып қалған екен. Так, негізгі неміз, идеямыз осындай енді. Бұл айтып өткенімдей, бұл бір күннің дейтрейдқа жататын сделка емес, бұл мына жаққа жетем дегенше, өйткені жолында мына жерде күндік имбаланстар бар, солардан кедергі алып, былайынан реакция алып жүріп жетем дегенше, бұл не болуы мүмкін, ұзақ уақыт болуы мүмкін. Тіптен даже бұл ешқандай сигнал ештеңе де емес, былайынан стопқа да кетіп қалуы мүмкін, бірақ маған ұнап тұрғаны, мен бағаны мына жерге барады деп болжап отырған жоқпын, ертең 5 күннен кейін мына жерде тұрады деп, просто маған қазіргі беріп тұрған ақпараттары осылай кетуіне ұнап тұрғандықтан, ұнап дегенде енді көбірек подтверждение беріп тұрғандықтан мен не істедім, осылай қарай қарадым. Маған берген подтверждение ол 100% дұрыс болады деген сөз емес, может стоп-лосста кетіп қалуы мүмкін. Стоп кетсе менде 1%, яғни 1%-да келесі сделкамен мен орнын толтырып алуға мүмкіндігім бар. Сол себепті де бұл сделкаға риск сақтағандықтан ешқандай стоп кетсе де, маған тек қажетсе де не болады, жаңағы келер кетер ештеңесі жоқ. Тек профит кетсе болса, әрине пайдасын аламын. Мысалы стоп-лосс кетсе де келесі сделкаларымызға көңілімізді бөліп өте беретін боламыз бұйырса. Осылай қайтадан ескерте кетемін, бұл ешқандай сигнал емес, бұл ешқандай сіздерге берілген кеңес емес, міндетті түрде мынаған кіріңіздер деген емес. Әркім енді бұдан жаңағы идея алып кіретін болса, жауапкершілік соңғы шығаратын шешім өздеріңізде. Соңғы шешім өздеріңізде болғандықтан, қандай да бір кеткен қателік, минус стоптар болатын болса, оның да жауапкершілігі өздеріңізде екендігін жақсылап ескертеміз, Так, мынау негізі алды ғой деймін, жоқ, әлі алмаған екен. Қараңыздар, тиіп тұр, енді тиет қазір. Алынғанын бұйырса видеода бірге көріп барып, егер алатын болса сәл кетейік. Ашылғандығында сіздерге көрсетіп, даже журналды қандай факторлармен егер ашылса вот, позициямыз ашылды. Ал бисмилля, көреміз, мына жерде көріп тұрсыздар, мында ашылған нелері ойнап жатыр. Енді ашылғаннан кейін біздің бірінші жасайтын нәрсеміз, бұл маңызды нәрсе жалпы. Журнал жазуды ашылғаннан кейінге қалдыру деген нәрсе кейін жазбай кетуге себеп болады. Сол себепті не істейміз? Журналымызға сразу өтіп жазатын боламыз. $100,000 көріп тұрсыздар. Алғашқы сделкамыз неден ашылды? USD JPY-дан ашылды. Күні қай күні ашылды? Марттың 20-сы күні. Мен мына жерге сағатында қосып қоятын болам. 24 сағаттық форматпен сағат 14:40-та ашылды, яғни Лондон сессиясы 14:40-та ашылған екен. 14:40-та ашылды. Сессияны қарайтын болсақ, Лондон сессиясы, позиция, шорт позициясын аштық. Негізгі фактор бізде не болды? Күндік таймфреймдағы ликвидтар болды, немесе
мына жерде қарасаңыздар, күндік таймфреймнің структурасы да төменге болды, и есенердің де подтверждениесі болды, смарт монейдің де подтверждениесі болды, былай ештеңіз. Бірақ негізгі факторымыз мына жердегі жаңағы күндік астындағы трендовый ликвидностьтар болды. Бару керекті, и соған қарай 4 сағаттықтың трендтің ауысқаны болды. 4 сағаттық, 1 сағаттық трендтердің, демек мына жерге не жазамыз? Так, бірді деп жазайық, бірді таймфрейм, бірді қысқаша жаза беремін, сіздерге түсінікті болу үшін ұзартанба деген, бірақ TF деген білесіздер таймфрейм, 1 сағаттық таймфреймда тренд ликвид қалыптасты төменге, тренд ликвид даун деп қояйық. Тренд ликвид төменге қалыптасты. Негізгі факторымыз осылар, 4 сағаттық ненің ауысуы болды. Келесі сетап моделі не істедік? Үлкен таймфрейммен кірдік. Бұл жерде жаңағы негізгі сетаптарымыз қарайтын болсақ, clear сетапқа келетін. Мына жерде қарасаңыз, төменге қарай 15 бірағанда clear сетап бізде мына жерде 15 минуттық болады. Негізі даже мына жерде менің сетаптарымның жазған ережелері бар. Мысалға сетаптың ішінде clear сетапты қарасаңыздар, 15 минуттық, 5 минуттық деген болмаса, енді бұл day tradeқа жасалған сетап. Ал бір күндік сетапта мынаны 1 сағаттықпен қарай берсек, міндетті түрде Fibonacci'дің жаңағы 0.5 немесе дискаунт зонасына келу керек. 0.5 зонасына келді, Fibonacci'дің ары қарай не істеу керек дедік. Мына жерде қарасақ, так, стоп-лоссымыз міндетті түрде ордер блоктың үстінде немесе астында болу керек. Біз шортқа шыққандықтан ал ордер блоктың үстінде болу керек. Стоп-лоссымыз ордер блоктың үстінде. Сосын минимум ереріміз 1-3 болу керек. Минимум 1-3, максимум ары қарай fixable деп қойған, жаңағы өзік болады ары қарай, одан да көп болуға. Қарасаңыздар 1-3-ке 81 болып тұр бізде. Максимум минимум ереріміз, демек бұл ережемізге де сай келеді. Келесісі соңғы кіру confirmation'не не істеу керек? Чоч пен бостың нақтылап, жаңағы wait for choch or boss to the target дейді. Яғни сіздің қарайтын мақсатыңызға чоч пен бостың, яғни төменге қарай структураның нақты бекітілгенін күту. Структурамыз нақты 4 сағаттықта да 1 сағаттықта да төменге бекітілгенде көрініп тұр. Демек не істесек болады? Мына сетапымызға барлық ережелерін орындап тұр. Не істейміз? Мына жерден журналға кіреміз да. Сетап моделді ең жаңағы сенімді сетап болды деп таңдап қойсақ болады. Келесі нәтижесі әлі бола қойған жоқ. Ары қарай соңында орындалған кезде жазамыз. Ереріміз қанша болды жаңа? 3-81 ерер. Так, мынаны нақты мына жердегі бағасымен бір қойып шығайықшы. Өйткені екеуі ауысып кетуі мүмкін. Так, мына жерде кіру нүктесі 158-703. Так, аккаунт size емес, lot size, risk. Так, мына жерге жазып қойсақ болады. Аккаунт size бізде $100,000. Лотты қаншамен кірдік біз? Лотты жаңа кірген кезде мына жерде тұрды. Лот 1-3 лот. 1-3 лот. Рискқа біз қанша доллар қойып кірдік? Так, негізі өз есептеп беру керек. Entry price бізде 158-703 деген бағада. Жаңағы брокердің ашылуына байланысты сәл мынадан өзгеріс қойып беретін кездер болады да, сол себепті осылай жазып қойған дұрыс болады жалпы. Профитіміз бізде, тек профитіміз қандай бағада? Тек профитіміз 153-994. 153-994 деген бағаға қойылған екен. Так, сосын стоп-лоссымызды жазу керек бізге, Стоп-лоссымыз мына жерде қандай бағаға қойылған? Стоп-лоссымыз 159-961. Стоп-лоссымыз 159-961 деген бағаға осылай қойылған сделка екен. Былай қарайтын болсақ, ереріміз 3-74 ерер шығып екен, Вот осылай. Жаңағы ерерлеріңізде қате болмас үшін брокердің кешігіп ашылып қалуы мүмкін, ертерек ашып қою мүмкін, соған байланысты ерерлеріңізді осылай жазып қойғандарыңыз дұрыс болады. 3-74. Рискке 1% риск қойдық, көрдіңіздер. Жаңа стоп-лоссты мына жерде. $1000 24. Енді 1% ары қарай 1-100 бірдеңе болады. Ол 100 бірдеңесін жазып қажет емес. 1% деген осын жазып қойсақ, негізі жеткілікті болады. Так, сосын келесі жазатын неміз бізде журналға. Так, пайдаға жететін болса, автомат түрде 3% 74-ін плюс салатын боламыз. Так, мына жерде үлкен таймфреймдағы немізді енгіземіз. Так, оны енгізгеннен бұрын мына жерде мен несін өзгертіп қоя салайын. Контекст құрған кездегі графигімізді былайынан 1 сағаттықта не істеген? Осындай график болған. Деп сілтемесін көшіріп аламыз да. Істейміз жаңағы журнал бөліміне. Мына жерге сақтап қоямыз. Так,
LTF. Так, мына жерге негізі біз мына жерге 1 сағаттық, өйткені кіру нүктеміз бізде 1 сағаттықпен болды ғой. Сол себепті 1 сағаттықпен кіріп жазып, ана HTF-ка үлкен таймфреймда контекстіміз негізі 4 сағаттықта құрылды. 4 сағаттық ненің Fibonacci'нің 0,5 зонасына келген кезде кірілді. 4 сағаттықтағы неміз плюсына SNR-дің астыңғы зонасы дегендей не істедік. Осыны үлкеннеге қойсақ болады екен. HTF-қа қойдық. Екеуін бір тексере салайық. Мынау 4 сағаттағымыз. Мынау 4 сағаттығымыз, мынау 1 сағаттық кірген кездегі подвижениелері. Вот екеуі де дұрыс қойылды. Енді бізде келесі жазатынымыз не? Эмоция. Эмоция дейтінде ештеңе болмады, асығыстық ештеңе болмады бұл жерде. Әрине, енді өзімде жеке бір несі болды. Бұл 100 мыңдық доллардан алғашқы ашылып тұрған сделка болғандықтан, енді сәл сол жағынан қалай айтсам былай 100 мың доллар деген несімен. Енді эмоция дейтіндей де былай бір асығыстықпен кіріп кеткен ондай әсерлер емес. Немесе қорқып бір кіре алмай қалған не емес, бірақ та қалай енді сәл қобалжу дейміз ба? Сәл сондай не болды. Қобалжу деп жазып қояқшы. 100 деп та сонысымен жазып қояйық. 100-ка профқа байланысты сәл. Енді бір несі жаңағы жалпы мен өзім латин әріптері көп қолданатындықтан латин әріппен жаза берем. Журнал деген нәрсе бастысы өздеріңізге ыңғайлы болу керек. Менде өзіме ағылшын тілі ыңғайлы болғандықтан осылай латин әріптерінде де латин әріппен осылай қолданып жазатын болам. Жаңағы неге былай жазасың, кірелмен өзгертіңіз деген адамдар болатын болса, журнал әр адамның өзі үшін керекті, өзі үшін ыңғайлы болатын нәрсе. Сол себепті мен бұл нәрсені өзіме ыңғайлы түрде жазатын боламын. Профқа байлан болды шындығы керек. Жалпы бұл енді журнал айтып отырмын ғой, өздеріңіз үшін болатын не болғандықтан журнал деген нәрсеге не болу керексіздер. Өздеріңізде болған нәрсені шынайы түрде жазу керексіздер. А то жаңағы сәл жазбай ақ қояйын андай деген ой болса, журналдың ешқандай сіздерге кейін пайдасы тимейтін болады. Сол себепті өзіңізде қалай болды, не нәрсе болды, соның бәрін жазасыздар. Басқа тағы бір ойланайын. Қорқыныш ештеңе болмады, как сетапыма барлығы келіп тұрды, өзімнің көретін. Енді бір күтігі жаңағы не болды, жұма күні болды, соған байланысты сәл шешім шығуы мүмкін. Жаңағындай безубыдық қою немесе жұма күнінің соңына қарай бір орында жүріп алатын болса, жауып тастай салу деген шешім осы уақытқа қарай. Егер бұл сделка жұманың жаңағы осы аптаның басында ашылған сделка болғанда, біз не істейтін едік, оны спокойно ары қарай ұстап жаңағы аптаның соңына дейін 3-4 күнде ұстай беретін едік. Ал именно демалыс күнінен кейін жаңа апта басталғанда, жаңа апта деген сөз может нарыққа жаңа ақпараттар, жаңа қозғалыстар да кіріп кетуі мүмкін да. Сол себепті барынша негізі аптаның соңына сделканы қалдырмауға тырысқан дұрыс болатын. Позициямыз ашылды. Дәл қазір сәл минуста жүрген сияқтымыз. Бір соңғы рет көрсете салайық. 27 доллар минус болған екен, минуста жүр екенбіз. Бұйырса осылай алғашқы аптамыздың алғашқы 100 мыңдық алғашқы челленджіміздің алғашқы аптасында осылай алғашқы сделкамыз ашылып жатыр. Енді ары қарай көреміз, нәтижесі не болады. Жалпы бұл жерде қосымша енді өздеріңізге жалпы осы челлендж барысы жаңағы ашылған нелерімді сіздерге барынша не себепті болғанын ашып, как үйрету пайдалы болу мақсатында жүрілетіндіктен кейбір жерлерде мындай психологиялық кеңестер болса, оларды қосып беріп кететін боламыз. Енді мына жерде бір ескеретін нәрсе, өзімнің жалпы ұстанатын нем, позицияны ашылды ма, ашылғаннан кейін ол қалай болады екен деп уайымдау деген нәрсе ары қарай сол позицияны дұрыс ұстай алмауға тікелей әсер ететін болады. Сол себепті де позициям ашылды, мен бұл 1000 долларды стоп-лоссқа бармаса да, мен бұл 1000 доллар менің депозитімнен кеткен, жаңағы маған депозитінен алынған деп мен рискке, осы рискті толығымен өзіме қабылдап, жалпы мен сделка ашқан кезде ең бірінші жаңағы бұл сделкадан минус кететін болса, ең жаман маған әсер ететін ең жаман сценарио қалай болады дегенді елестетемін. Осыны елестеткен кезде 100 мың доллардың 1000 доллары, енді может кейбіреулеріңізге 1000 доллар жаңағы үлкен болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл 100 мың доллар болғандықтан мен 1%-ын ғана алып отырмын. Пайызбен есептесеңіздер, яғни 10 мың долларда ол қанша болады? 100 доллар деген сияқты. Бұл жерде просто цифр жаңағы артына 2 нөл қосылғаны болмаса, артына 1 нөл қосылғаны болмаса, бұл пайызбен қарасақ, как сол 1%-мен классик алып жатырмыз деген сөз. Яғни маған ешқандай бұны қорқып, бұдан минус кететін болса, бір орнын толтыра алмай қалатындай жаңағы үлкен нелер, ешқандай ештеңе болмайды. Ең жаман сценарио, мен депозитімнің 1%-ын жоғалтамын. Ал тек профитқа барса,
нормально пайданы табамын. Яғни нарықта ешкім ешқашан 100% гарантия бар нәрсеге кіре алмайды. Сол себепті де нарықтан енді тырысамыз барынша келінген мүмкіндіктерді риск сақтап ұстап көру арқылы ары қарай жаңағы сабағымызды ары қарай жаңағы риск сақтап ұстап көру арқылы ары қарай табысқа тауып, сол рисктің арқасында, рискті тұрақты ұстаудың арқасында минустарымызды плюстарымызбен жауып, былайша айтқан кезде азғантай стоппен көбірек пайда табу арқылы не істейміз, пайдаға шыға алатын ғана мүмкіндігі бар нәрседен, яғни біз 100% дұрыс болуымыз керек деп стоп-лоссты үлкейтіп, сенімдімін деп отырудың қажеті жоқ. Өйткені нарықта ешкім сенімді бола алмайды. Нарық ондай мүмкіндік бермейді. Нарық кез келген уақыт кез келген нәрсені жасауы мүмкін. Қаншалықты менің мына сетапым өзіме, енді мен бұған мына сетапымда артық мысалға маған келмей қалатындай, кедергі болатындай көп ештеңе подтверждение көріп тұрғам жоқ, жаңағы жұма күнінен басқа. Енді бірақ бұл мен көріп тұрғам жоқ деген кезде бұл мына тек профитқа бару шансы да өте жоғары. Неге? Өйткені нарық кез келген нәрсені жасауы мүмкін. Яғни анализ деген нәрсеге ешқашан 100% сеніп, рискті үлкейтіп, мынау точно баратын сияқты көрініп тұр деп өзіңіздің басқа кездегі рискіңізді үлкейтіп, олай жасаудың ешқашан қажеті жоқ. Яғни артық сенімділік деген нәрсе дұрыс жаңағы нарықта жұмыс жасамайды. Керісінше үлкен риск алуыңызға ғана көмектеседі. Үлкен риск алғаннан кейін ол стоп кететін болса, трейдингтағы барлық стратегияңыздың не істейді, бұзылуына әсер ететін болады. Сол себепті енді бұл сабақтан осы нәрсені пайдалы өздеріңізге ескеріп көріп қарасаңыздар болады. Позиция ашылды ма, стоп-лоссыңыз қойылды ма, тек профитіңіз қойылды, журналыңызға жазылды ма, позицияның нәтижесін күту ғана қалады. Яғни оны не болады екен, мынау жете ме екен, сәл мына жаққа стопқа кетіп жатса жауып тастайын ба деп екінші қосымша шешу шығару деген нәрсе өте опасный нәрсе болады жалпы. Мысалға сіз мына аралыққа сәл плюсқа келіп жатқан кезде позицияңызды жауып тастай салсаңыз, ары қарай кетіп қалады деген қорқынышпен жауып тастасаңыз не болады? Ол ары қарай тұрып былайынан жалғасып кетсе, үлкен пайдадан айырыласыз. Ол кезде де өкініш пайда болады. Ал былайынан тұрып, мысалға аралықта стоппен жүрген кезде жауып тастадыңыз, ары қарай үлкен стоп алмай ақ қояйын деп, былайынан ақылды шешім. Бірақ та жауып тастаған кезде стопыңызға жетпей былай кетіп қалса, ең үлкен өкініш осы кезде болады. Сол себепті де барынша сделка ашылғаннан кейін сол ашылған сделкаларыңызды күтіп асықпай не істейсіздер, соңғы нәтижесін көруге сабырмен күту ғана қалатын болады. Бүгінгі немізге осы жалпы осы апта бойынша жасалынған челленджімізге қатысты нелер ақпараттар осы болды. Аптаның басында жаңағы сол челленджіміздің бастапқы ресми видеоларымен жүрдік. Бұйырса оларда уже бұл видеоны көрген кезде салынып қойған болар. Сонымен аптаның соңғы күнінде осындай сделка аштық. Бұны да жаңағындай ескерте кететін нәрсе, егер аптаның соңына қарай мына аралықта бүгінгі күннің соңына қарай жүріп алатын болса, бұл сделканы барынша жауып тастауға тырысамыз. Ал безовдық қоя алатындай мүмкіндік берсе, безовдығымызды қойып ары қарай келесі аптаға ұстап көретін боламыз. Негізгі тағы қосымша челленджге қатысты айтылмай қалған ақпараттар. Лайф трейд айттық, бұйырса келесі апталардан бастап лайф трейдіміз жалғасып өтілетін болады. Негізі осылар осы аптаға челленджіміз ресми түрде осымен алғашқы сделкасымен басталды. Ары қарай енді сәттілік тілеп қойсаңыздар болады. Бұйырса нәтижесі стоп-лосс болса стоп-лосс, тек профит болса тек профит, ештеңесін жасырмай барлығын өздеріңізге ашық көрсетіп, осылай журналдарға жазып, видеоларын даже өткен мысалға осы аптаның біз мысалы келесі апта болды, басында сделка аша алмай ашып, оны лайв эфирде сіздерге көрсете алмасақ не істейміз? Осындай видео қылып сол аптадағы болған сделкаларымызды аптаның соңында сіздерге бұйырса барынша жаңағы жеткізіп барлығын ашық көрсетіп отыруға тырысатын боламыз. И бұл видеолардың барлығын өздеріңіз қазір қарап отырған YouTube каналдан ары қарай жалғасын. Осы салынған YouTube каналымыздан не істейсіздер? Осында салынып отыратын болады. Осы жерден ары қарай жаңағы қалған жалғастарын көре аласыздар. Қызық болып жатса, челленджіміз ары қарай өзіңізге ақпараттар қызық болып жатса, осы арнамызға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Ары қарай барынша осылай пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысатын боламыз.